Сәлем достар, бүгін сіздермен запеканканың рецебімен бөлісемін. Бізге керек ет, пияз, картоп, ірімшік, майонез. Етті майдалап, соломка тәріздес тураймыз. Пиязды 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Етке пиязды салып, тұз, бұрыш, май құйып араластырамыз. Запеканканы пісіретін формаға етті саламыз, барлық жеріне тегістеп шығамыз. Картопты майда соломка теркадан өткіземіз. Салқын суға жуамыз. Жуылған картоптың үстіне қара бұрышты сеуіп араластырамыз. Еттің үстіне картопты салып тегістейміз. Пиязды 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Пиязға ірімшіктің жартысын қосамыз, ал жартысын кейін запеканка дайын болып қалғанда бетіне себуге алып қаламыз. Пияз бен ірімшікке кішкене тұз, бұрыш, майонез салып араластырамыз. Картоптың бетіне пиязды салып тегістейміз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минут пісіреміз. 40 минут өткеннен кейін запеканкамыз пісіп қалды дегенде үстіне тағы ірімшікті сеуіп 5-10 минут пісіреміз. Біздің дәмді запеканкамыз дайын болды. Өте нәзік болып піседі. Ірімшік енді керемет созылып тұрады. Мен негізінде картопты осылай үкіштен өткізгенді ұнатамын. Өйткені өте жұмсақ, нәзік болып піседі. Оригиналды тамақ ретінде отбасыларыңызға немесе тіптен қонақтарыңызға ұсынсаңыз да барлығына ұнайды деген сенімдемін. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.